Ғажайып мұз дәл осындай атаумен Теміртау қаласының аумағында үздік мүсін жасаушылар арасында байқау жарияланған болатын. Байқауда бақ сынағысы келгендер қатысу туралы өтініштер 14 желтоқсанға дейін қабылданды. Ал 5 күн өткеннен кейін арнайы комиссия мұздан және қардан жасалған мүсіндерді бағалауға кірісті. Канун Нового года в этом году был объявлен. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Теміртау қаласында мекемелер арасында ғажайып мұз байқауы ұйымдастырылған болатын. Байқаудың басты мақсаты қала тұрғындарын белсенділікке шақыру. Ғажайып мұз байқауына қатысушылардың туындысын сыртқы бейнесіне, қанық бояуына және сапасына қарап бағалады. Бұл байқаудан үздік шыққандарға бас жүлде 400 мың теңге, бірінші орын 300 мың, екінші орын 200 мың, үшінші орын 150 мың теңгеден ақшалай жүлде үлестірілді. Среди Қатысушылардың ішінде денсаулық сақтау саласының мамандары, қалалық перзентхана қызметкерлеріне айтар алғысым шексіз. Бірінші болып байқауға өтініш тастап, бос уақыттары аз болса да атсалысты. Бас жүлдеден бөлек ынталандыру сыйлықтары да болды. 200 мың теңге ынталандыру сыйлығын ең жақсы сырғанағы үшін Валерий Кравченко иеленді. Бұл байқауға Теміртау қалалық кәсіптік техникалық колледж студенттері де қатысты. Мүсіндердің өзінің иелері бар. Мысалы, мына қабанды және шанаң үстіндегі аяз атаны мен студенттермен бірге ойласа отырып, осыны суретке салып, осыны қолға алайық дедік. Одан қалды Бақчанау Кеніш деген мұғаліміміз бар. Алғашқы әскери дайындықтан сабақ береді. Сол кісі ит жылы кетіп бара жатыр деп, сол кісі ойластырып, және Қайрат Асановичте жаңағы шошқа жылы деп бір кішкентай өзі оксының жасаған мүсіні бар, және мына емелиямыз бар, шортан балығымен бірге. Студенттерде өзінің әрбір нелерін, ойларын қосып, қолдан келгендерін істеп жатыр. 19 желтоқсаннан бастап арнайы комиссия қала аумағын аралап, мұздан жасалған мүсіндерді бағалады. Бұл байқауға 30-дан астам мекеме қатысқан. Ішінен арнайы комиссия Теміртау қалалық кәсіптік техникалық колледж студенттерінің еңбегін үздік деп бағалады. Абсолютным победителем стал. Арнайы комиссия бас жүлдені Теміртау қалалық кәсіптік техникалық колледжіне беру туралы шешім қабылдады. Себебі онда бағы үлкен күш жұмылдырғаны көзбен көрініп тұр. Еңбекті бағалау қажет. Абсолютным победителем городского конкурса новогоднего оформления снежных и ледяных фигур «Волшебный лед» стал коллектив Темиртауского профессионально-технического колледжа. Им вручается денежный сертификат на сумму 400 тысяч тенге. Мы вас поздравляем! Біз әрине өте қуаныштымыз осы мүсін, біздің жасап шығарған мүсін бас жүлдені ұтып алған үшін. Бұл мүсінді өте аз уақыттың ішінде жасадық, және де демалыс күндері жасауға тура келді бізге аз уақыт берген үшін. Және де бұл мүсінді біз ағайлармен келісе отырып, оқушылар, осы студенттер бәріміз бірге бірінші сызып алып, сол суретке қарап отырып жасадық. Мұндай байқау шаһарымызда бұрындары да ұйымдастырылған. Алайда ол уақыттарда металлургтер шаһарының тұрғындары құрылысшы алаңының алдында мұз қалашығын салуы тиіс болатын. Биылғы жылы ережелер өзгертілді. Қала тұрғындары қалаған жерлерінде мұздан мүсін жасай алды.